Сәлеметсіңдер ме достарым? Бүгін біз әдебиеттік оқу еліне саяхатқа шығамыз. 2-ші сынып әдебиеттік оқу. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұзафар Әлімбаев. Кім жомарт, не жомарт? Оқу мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Қоршаған орта, жерім жомарт адамзатты асыраған. Кәне балалар, бірге мәтінді оқиық. Аят, Ильяс, кәне бірге мәтінді бастап оқиық. Ал балалар, кеттік. Ей перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқына қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізгі 3 нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, екіншісі туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу, үшіншісі қайырымдылықты естен шығармау. Енді түсінгенімізді сызбаға салып көрейік. Жомарттық дегеніміз не екен? Жомарттық дегеніміз айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу және қайырымдылықты естен шығармау. Керемет, жарайсыңдар. Келесі оқулықта 71-ші бетте кім жомарт, не жомарт? Мұзафар Әлімбайдың өлеңі. Кәне бірге оқиық. Кәусар, оқимыз бірге. Кім жомарт? Батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт? Ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Жарайсыңдар. Сонымен балалар, Мұзафар туралы мәлімет. Мұзафар Әлімбаев деген кім екен? Мұзафар Әлімбаев Павлодар облысында туған ақын халық жазушысы. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер екен. Ендеше Мұзафар Әлімбаев туралы шағын баяндама. Кәне сымбат, Нұрдос, бірге қайталап оқиық. Мұзафар Әлімбаев Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ әдебиетінде соғыс сұрапыл бастан кешіп келген қаламгер шоғырының бірі. Туған жері Маралды атырабында, Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы Маралды ауылы. Әнші, күйшілердің, ақын, жыраулардың думан құрған өнер төрінде солардың тәтті сазын, татымды сөзін қаршадайынан құлағына құйып өскен. Мұзаған 5 жасында әріпті әліби әліп деп біліп, кітап оқи бастаған. Я дарын, Мұзафар неше жасында кітап әріп тани бастаған? Дұрыс айтасың, 5 жасынан. 6-шы сыныпта ауыл кітапханасының бір қыста 150-ден аса кітабын тауысып, бауырсақтан бастап батырлар жырын ортаға ала, Пушкиннің 4 томдығын тауысады. Сонымен оспан, Мұзафар Әлімбаев деген кім екен? Ернұр, сен қалай ойлайсың? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі суретке назар аударайық. Айдос, суретте не көріп тұрсың? Кім жомарт, не жомарт өлеңіндегі кейіпкерлердің сурет түрінде әңгімелеп айт. Бекбол, кім жомарт, не жомарт сөзіндегі кім не сұрақтары қай сөз туабына жатады? Кәне Бекбол, осы сұраққа жауап берші. Жарайсыңдар балалар. Ақын ойын жалғастырып айт. Оқулықта 72-ші бетте 6-шы жаттығу. Ақынның ойын жалғастырып айтып жазайық. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты бекітейік. Батырды неліктен жомарт дейміз? Ұстазды неліктен жомарт дейміз? Күнді неліктен жомарт дейміз? Демек, осы сұрақтарға ойланып, өзіміз бір қорытынды шығарып көрейікші. Рахмет сендерге балалар.